Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін Наурыз мерекесінің қарсаңына қарай, әрі одан кейін де кез келген дастарханның сәні болатын, дәмі тіл үйіретін, тары қосылған чизкейк дайындайтын боламыз. Ал сіздер міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен тараға ыстық сүт құйып, бөктіріп аламыз. Основасын дайындау үшін талқанға қант, ертілген сармай қосып, жақсылап араластырамыз. Диаметрі 20 см болатын формаға талқанымызды салып, қатты нығыздаймыз және жан-жағына бортик жасаймыз. Основасы дайын болған соң 30 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Енді ірімшіктің үстіне қантты қосып, қантымыз ерігенше қасықпен араластырамыз. Егер де араластыру барысында миксерді қолдансаңыз, чизкейк пісіп жатқан кезде жарылып кетуі әбден мүмкін. Сол себепті қасықпен араластыруға кеңес беремін. Ірімшік пен қантымыз жақсылап араластырған соң, үстіне алма кезек жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыз әбден біріккен соң, үстіне бөлме температурасындағы кілегейді қосып, біркелкі массаға айналдырамыз. Енді массамыздың үстіне бөктірілген тарыны қосып, тағы да араластырамыз. Дайын болған массамызды формамызға салып, 130 градус қызып тұрған пеште 1,5-2 сағат дайын болғанша пісіреміз. Чизкейкті төменгі температурада пісірген соң, чизкейкіміз жарылмай, әрі әдемі түске боялып, жақсы болып піседі. Айта кететін жайт, чизкейк дайын болған соң, міндетті түрде чизкейктің салқындағанын күтіңіз. Осымен біздің тары қосылған чизкейк дайын. Чизкейк өте жұмсақ, әрі дәмі ерекше болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.